Баршаңызға сәлем, сіздермен QoQs арнасы. Бүгін біз Алехандро Гонсалес режиссерлік еткен 2015 жылғы американдық эпикалық вестерн, драма жанрында шыққан туындысы жайлы айтамыз. Хилл Гласс есімді американдық аңшы батыстың жабайы Ну орманында ауыр жарақат алады. Жаңа жерді жаулап алушылар отряды Хиллді сатқындықпен жалғыз өлуге қалдырады. Енді сатқындардан аман қалу және кек алу үшін қарапайым табиғатқа, қатал қыс пен жауыз үнді тайпаларына қарсы тұру үшін сұмдық жайттарды басынан кешіреді. Фильмдегі экшнге толы жайттар, актерлік құрам, локациялар мен қолданылған реквизиттер туындының атмосферасына кіріп кетуге көмектеседі. Талқылайтын киноның атын видеоның соңында айтатын боламын. Хилл есімді аңшы өзінің тобымен орманда түскі асқа етіздеп жүр. Аңшы бұланды байқап, оны мылтықпен дәл атып өлтіреді. Осы кезде тайпаның түскі асты дайындық кезінде үндістер тайпасы оларға шабуылдайды. Қатты айқайларды естіген Хилл олжасымен мылтығын алып, жолдастарына көмектесуге асығады. Батыр барлығына аң терісін лақтырып, қашып кетуді бұйырады. Көптеген тірі қалғандармен бірге қайыққа отырып, өзенмен қашып кетеді. Аңшылардың қайығында қашып кеткеннен бірнеше сағат өткен соң, Хилл қайықтан шығып, әрі қарай жаяу жүруді ұсынады. Өйткені олар өзенде садақ шабуылына тым ашық еді. Бас траппер, капитан Эндрю оған сенеді. Сондықтан жылқыларды, аң терісінің қалдықтарын алып, лагерге оралу керек деп бұйырады. Қашқындар бағалы тастарды жүннің арасына жасырып, орман бойымен алға жылжиды. Хилл аңдарды ату үшін топтан бөлініп кетеді. Бірақ оған алып аю кезігіп, оған сұмдық жарақаттар қалдырады. Хилл мылтыққа ғай жорғалап, үлкен аюдың бетін әрең дәлдеп атып тастайды. Бұл аюды тоқтатпайды, керісінше ашуландырып оны қатты талай бастайды. Дегенмен соңғы күштерімен өткір пышақты аюдың мойнына бірнеше рет қадап тастайды. Оның тобы Хиллдің ұзақ уақыт жоғалып кетуіне байланысты, оны өлі аюдың үлкен денесінің астынан қанды күйде табады. Содан кейін капитан Эндрю тірі аңшының жараларын таңып байлайды. Ашулы аңшы Джон оларға Хиллдің жағдайына қарап оны тастап кетуді айтады. Өйткені ол көп ұзамай мына түрімен аман қалмайды дейді. Алайда басты траппер Эндрю Хиллді тастағысы келмейді. Бірнеше күннен кейін қарлы тауларға шыққан тайпа Хиллдің денесін тік көтерілетін тауға сүйреу мүмкін емес деп ойланады. Эндрю Хиллдің қайтыс болуына дейін оған қарап тұратын. Егер өлсе оны көміп жерлейтін адамға ақшалай сыйақым бар дейді. Хиллдің ұлы Хоук пен оның досы Джинн қаламыз дейді. Бірақ кенеттен оларды жақтырмайтын Джон да олармен біргемін деп шығады. Таң атқанға дейін оларды ойша көміп, тиесілі ақшасын ойлаған Джон алдын ала мұздатылған жердің қабірін ойып алады. Содан кейін аңшыны тұншықтыру арқылы өлтіріп, көміп кетемін деген ойдағы Джонды күтпеген жерден баласы келіп әкесін өлтіруге жол бермей қарсыласады. Джонның пышағымен оның баласын аяусыз өлтіріп тастайды. Орнынан қозғала алмай жатқан Хилл баласының өлімін көріп көзінен жас аға бастайды. Ал Джим өзеннен оралған бойда Хоукты сұрайды. Джон оның жоғалып кеткенін айтып, жақын маңайда жабайы тайпалардың дауысы шыққанын айтып дереу қашуға дайындал дейді. Джон жігітті аңшы бәрібір аман қалмайтынын айтып, оны тірідей жерге көміп кетеді. Біраз уақыттан соң бар күш-жігерін жинап Хилл қабірден шығып, қажетті киімдерді жинайды. Ол азық ретінде сүйектерді жеп күш жинайды. Өзеннің суын ішіп, от жағады. Содан кейін ыстық отпен жараның бетін тазалайды. Үңгірде түнегеннен кейін мен аяғымен тұрып жүрмекші болғанда құлап түседі. Содан кейін үндістердің тайпасын байқап, мұздай өзеннің суымен қашып кетеді. Қатты ағын әлсіз Хиллді жағалай үндістерден алшақ апара береді. Сөйтіп ол өтіп бара жатқан ағашқа жабысып аман қалады. Үндістерден қашып кетіп, Джонға күдік ұстай бастаған Джим оған қарсы шығатындай күш-қуаты жетпегендіктен оның соңынан еруге мәжбүр болды. Бір күннен кейін аңшылар траппер қонысына жетеді. Кіре берісте Джон Джимге шындықты айтпауға бұйырады. Әйтпесе оларды өлім жазасы күтеді деп қорқытады. Айлакер аңшы капитан Эндрюдің құлағына лапша іліп, үлкен ақшалай сыйақы алады. Көп ұзамай араққа мас болған меркантилді Джон елдегі сейфте компанияның қомақты ақшасы бар екенін меңзейді. Оны алу үшін Хилл өлтірген аңдардың терілерін өткізуіміз керек деп ұсыныс тастайды. Бас траппер бұған қарсылық білдіреді. Онсыз да сен бәрінен де көп ақша алдың деп бетін қайтарады. Осы уақытта елді мекеннен бірнеше шақырым жерде Хилл тас тұзақпен балық аулайды. Олжасын тірі жейді. Содан кейін ол өз жолын жалғастырады. Жолдан бизондардың қасқырлар тобынан қашып бара жатқанын көреді.
Жыртқыштардың тойғанын күткен кезде ол ұйықтап қалады. Батыр оттың шуағымен оянады. Ол бейтаныс жалғыз үндістің қасқырларды қуып жібергенін және құлаған бизонның ішін сойып жатқанын көреді. Хилл оған жақындайды. Содан кейін бизонның етін ашкөздікпен жеп, ұйықтап кетеді. Таңертең ұйықтап жатқан батырдың жан түршігерлік тыртықтарын көрген үндіс оны оятады. Содан кейін ол тірі қалған адамның жарақаты қайдан шыққанын сұрайды. Хилл ұлының қалай өлтірілгені, сосын оны тірідей жерлеп тастаған шындығын айтады. Үнді оның тайпасы да өлтірілгенін айтып, енді ол туыстарын іздеп жүр екен. Осыдан кейін менімен бірге ер деп Хиллді атқа отырғызады. Жолдың екінші күні қатты дауыл көтеріледі. Қатты жарақаттардың қабыну әсерінен Хилл есінен танып қалады. Үндіс досы қатты дауылда баспана салып, аңшының жараларын емдей бастайды. Бір күннен кейін Хилл есін жиып, өзін жақсы сезініп, көп ұзамай өзінің досы үндістің денесін қарақшылар дарға асқан күйінде тауып алады. Қарақшылардың бірі үндіс тайпасының қызын орманға апарып, қорғансыз әйелді қинап жатқан кезде, Хилл артынан жорғалап, мылтықты ұрлап, жылқылардың бірін шешіп алады. Құтқарылған үнді әйел қарақшының денесін кесіп кек алады. Содан кейін Хиллмен бірге бірнеше қарақшыларды атып өлтіріп, атпен қашып кетеді. Хиллге жас Джим сыйға тартқан таңбасын түсіріп алғанын байқамайды. Қызбен қоштасқаннан кейін оттың жанында жылынып, біраз ұйықтап алады. Оны талға тиген мылтықтың оғы оятады. Жақын маңайдағы үндіс тайпасынан қашып, жылқымен бірге жардан құлап кетеді. Жолы болғыш Хилл бұл жолы да аман қалады. Ауа райы күрт суытып, боран келген кезде тірі қалу үшін өлген аттың ішін жарып, ыстығы кетпеген теріні жамылып, оны паналайды. Осы кезде іздеушімен атыс болғаннан кейін тірі қалған жалғыз қарақшы тері аңшыларының қонысына қашып келеді. Тамақтың орнына қолындағы таңбаны айырбастаймын деген кезде, жас аңшы Джим өзінің сыйлығын танып Хиллдің тірі екенін айтады. Капитан адамдарын жинап Хиллдің әлі тірі болуы мүмкін деп іздеу тобын жібереді. Содан кейін олар әбден шаршаған Хиллді табады. Капитан Трапер ашуланып Хоукты өлтірген Джонды іздеп, оны тірідей көмуге бұйырады. Эндрю Джимді шындықты жасырған үшін атып тастамақ болып, бірақ кенеттен шешімін өзгертіп, оны түрмеге отырғызады. Өлім дегенді білмейтін Хилл оның басты жауы Джон қашып кеткенін біледі. Зұлым аңшыны іздеу үшін мылтықпен ат алып алысқа кете алмайды деп болжайды. Таңертең Хилл мен капитан Эндрю ұры Джонның артынан қуады. Таулардың етегінде олар екіге бөлінеді. Трапер командирі сатқын аңшының қақпанына түсіп өледі. Хилл бас терісін алып тастаған өлі досын тауып, іздеуді жалғастырады. Джон екі жылқыны байқайды. Біреуінде Хилл отырады, ал екіншісі жылқыда өлі дене бар еді. Мұны көріп, Эндрю Хиллдің дәл артынан дәл тигізіп құлатады. Джон мәйітке келген кезде, алайда атқан адам өлі капитанның денесі болып шығады. Оны таяқтың көмегімен тіреп қойған екен. Ал Хилл мәйіттің рөлін ойнап екінші атта болып шығады. Екеуі бір-бірін атып тастайды. Төбелес басталып, кегін алу үшін Хилл баласын өлтірген Джонның саусағын шауып тастайды. Қанды төбелесте олар бір-біріне сұмдық жарақаттар жасайды. Күтпеген жерден Хилл құтқарған тайпа көсемінің қызы бар үндістер тобы төбелес болған жерге келеді. Олар Хиллға Джонды беріп, одан барлық кегін алу мүмкіндік береді. Сұмдық жағдайлардан тірі қалған Хиллдің көз алдына өзінің әйелінің бейнесі шығып, жақын арада әйелі мен ұлына баратынын түсінеді. Осымен видеомыз аяқталды. Лайк басып каналға жазылуды ұмытпаймыз. Бүгінгі талқылаған фильмнің аты «Выживший». Қай киноға шолу күтесіз астына жаза кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.